Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дамды болып шығатын тіске басар дайындайтын боламыз. Достар, мен видеоларымды жоғалтпау үшін мен арнама жазылуды және осы видеоға лайк басып, және де қоңырау басуды міндетті түрде ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Ең алдымен достар, осылай қызылшамызды жақсылап пісіріп аламыз, жуып тазалап, содан кейін үкіштен өткіземіз. Әрі қарай бізге жұмыртқа қажет. Біз жұмыртқаның сарысын ақуыздардан бөлуіміз керек. Ақуыздарды біз бөлек шайқайтын боламыз. Осылай дәміне қарай бір қасық тұз сепсеңіз болады, және де бір қасық сары май қосып жақсылап араластырамыз. Содан кейін еленген ұнымызды қосып жақсылап араластыратын боламыз. Енді біз осылай белоктарды взбивать етеміз. Бір шай қасық, жарты шай қасық қант қосып жақсылап взбивать ету керек. Мінекей достар, белогымыз осындай болып шығу керек. Мінекей енді біздің дайын болған массаға бірінші 1-2 қасық салып араластырып аламыз, содан кейін қалған белоктарды салып, ақырын араластыратын боламыз. Белогымыз воздушный болып қалу керек, массамыз сондай. Енді біздің массамыз дайын болды. Рулеттің асты жабысып қалмас үшін міндетті түрде осындай пеште пісіруге арналған қағазын қолданыңыз. Осылай массамызды біріктіріп, тұтас қылып, 180 градусқа дейін қыздырылған пешке 15 минутқа пісіруге жібереміз. Мінекей рулетіміз пісті, енді ол салқындау керек. Енді біз соус дайындауға кірісеміз. Ең алдымен осылай видеода көрсеткендей тұздалған қияр, укроп барлығын ұсақтап турап аламыз.
Мінекей достар, рулетті жинау ғана қалды. Салқындатылған рулетке начинкамызды осылай жағып шығамыз. Содан кейін осылай селедка балығын осылай бір жағына ғана қойып шығамыз. Содан кейін рулетімізді жақсылап орайтын боламыз. Енді достар, осы рулетті, дайын болған рулетті пищевой пленкаға орап аламыз да холодильникке кемінде 1 сағатқа қойып қоюымыз керек. Мен 1 түнге қойып қойғам негізі. Біздің өте дәмді тіске басарымыз дайын болды. Осылай қонақтар келгенде немесе мерекелік дастарханға қойсаңыз болады. Егер дастархан жасап жатсаңыздар, осындай әдемі тіске басарды жасап көруге кеңес беретін едім. Өте дәмді болып шығады. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Және де комментарийдің астына пікіріңізді қалдырып кетуге ұмытпаңыздар достар.